Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта біздер қабырғаларды орындарына қоятын боламыз. 4 қабырғаны. Алдыңғы сабақта бірінші қатарды толықтай аяқтаған болатынбыз. Яғни бұрыштарды қойдық. Егер де сіз менің сабақтарымды қарасаңыз, алдыңғы сабақта бұрышты қойған болатынбыз. Енді бүгін қабырғаларды қоямыз. Қабырғаларды қою үшін бірінші біздер мынаны ескерейік. Мына қабырғалар, қарап тұрсаңыздар, міне көк, қызғылт, сары. Яғни екі түстен тұратын бірінші сабақта таныстырылымда мен айтқан болатынмын. Яғни көк, қызғылт, сары. Мына екі түс көк, қызғылт, сары болу керек. Мына қабырға қызыл және көк болу керек. Мына қабырға жасыл және қызыл болу керек. Мына қабырға қызғылт, сары және жасыл болу керек. Яғни сары түс болмау керек мына жерде. Сары түсті, бір жағы сары, бір жағы басқа да түстер сияқты болмау керек. Яғни мына жерге біздер сарысы жоқ қабырғаны іздейміз. Оны біз жоғарғы қабаттан іздейміз. Міне жоғарғы қабаттан сарысы жоқ түстерді іздейміз. Көрейік іздеп. Яғни міне көк пен қызғылт, сары. Таптық бір қабырғаны, осыны, яғни көк пен қызғылт, сары жағына қоюымыз керек. Ол үшін жоғарын айналдырып, былай айналдырып, сол түске сәйкес келтіреміз. Міне, орнын таптық. Енді бұл қабырға көк мін жағын келтірдік. Көк болғандықтан, яғни көк жағына мына жерге тұратын қабырға бұл деген. Мына қабырға, мына жерге тұратын қабырға. Оны қалай орнына қоюымыз керек? Яғни оң жаққа түсетін қабырға бұл деген. Мына қабырғаны мына жерге қою үшін мынандай қадамдарын орындайтын боламыз. Жоғары, оң, жоғары кері, оң кері. Содан соң біздер рубик текшемізді міне осылай ұстап отырық қой, мынау фронт деп есептеу, мынау оң жағы деп. Оң жаққа рубик текшемізді бұрамыз. Сосын мынандай қадамдарды орындаймыз. Жоғары кері, сол кері, жоғары сағат тілімен, сол сағат тілімен. Сонда біздің қабырғамыз орнына келеді. Келесі түсті іздейік. Мысалға, қызыл, көк. Қызыл, көк түсті іздейміз. Яғни сарысы болмау керек. Міне, қызылды сәйкестендірдік. Көк түс. Мына жағында жасыл түс, яғни келмейді, мына жағы көк түс. Яғни мына қабырға мына жерге орналасу керек. Ол үшін қалай орындаймыз? Жаңа бізде оң жаққа түскен болды. Мынау. Сондықтан да оң жақты жоғарыдан бастадық. Жоғары, оң, жоғары, кері, оң, кері. Яғни оңға бұрдық. Енді мына қызыл мен көк мына сол жаққа түсу үшін біздер қандай әрекеттер орындаймыз? Қадамдарды. Ол үшін жоғары, кері, сол, кері, жоғары сағат тілімен, сол сағат тілімен және солға бұрамыз рубик текшесін. Жаңа біздер оңға бұрдық қой, енді солға бұрамыз. Солға бұрып ұстаймыз. Сосын ары қарай мынандай қадамдарды орындаймыз. Жоғары, оң,
жоғары кері, оң кері. Міне, түсті орнына біздің көк қызыл қабырғамыз. Келесі қабырғаны іздейік. Міне, жасыл және қызыл. Жасыл, қызыл қабырғамыздың мына фронтқа белгіленіп тұрған бағытын тауып алдық. Енді бұл солға түсу керек екен. Енді солға түсетін жаңа комбинациямызды орындаймыз, қадамдарымызды. Жоғары кері, сол кері, жоғары, сол. Сосын солға барамыз. Жоғары, оң, жоғары кері, оң кері. Орнына келді. Мінекей, тағы бір түс қалып қойған екен. Ол мына жерде орнында тұр. Енді мына жерге қоюымыз керек. Ол кезде жоғары, оң, жоғары кері, оң кері. Және оңға барамыз. Жоғары кері, сол кері, жоғары, сол. Орнына келді. Мінекей, біздер Рубик текшесін екі қатарын құрап болдық. Енді келесі мынандай жағдай болуы мүмкін. Жоғары қабатында барлығы да бір жағы сары, бір жағы басқа түс болуы мүмкін. Мысалға, міне, сары, қызғылт сары, сары жасыл, сары қызыл, сары көк. Барлығы да бір жағы сары, бір жағы қалған 4 түс тұр. Енді ол жағдайда не істейміз? Ол жағдайда біздер мына жерге мына жерден қойдық қой, сол комбинацияны қайтадан орындаймыз. Көрейік орындап. Жоғары, оң, жоғары кері, оң кері. Сосын оңға бұрамыз. Яғни біздер оң жақтыкін істеп жатырмыз. Жоғары кері, сол кері, жоғары алға, сол алға. Яғни сағат тілімен деген сөз. Сонда біздің мына жердегі бұрышымыз мында кетті, міне. Мына жердегі тұрған бұрышымыз мында шықты. Яғни мына қызғылт сары түсімізді орнына келтіреміз. Сосын оны мына жаққа қою үшін сол жақ бағыттың қадамдарын орындаймыз. Егер оң жаққа түсетін болса, оң жақ бағыттың қадамдарын орындайтын боламыз. Түсінген боларсыздар. Егер түсінбесеңіздер, комментарияға жазып қалдырып кетіңіздер. Тағы да түсіндіріп сабақтар жазатын боламын сіздер үшін. Рахмет тамашалағандарыңызға. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер де түсінбесеңіздер, алдыңғы сабақтарды қайталап қарап шығыңыздар. Және қағаз бетіне түсіріп, қадамдарды жаттап алғандарыңыз дұрыс. Жаттап алсаңыздар, құрастыруға оңай болады. Сосын барлық қадамдарды қағазға жазып отырсаңыздар, оңай болады. Сау саламатта болыңыздар.